Қайырлы күн, құрметті оқушылар, сіздермен Сымбат Самат. Бүгін бізде жаратылыстану математикалық бағытындағы 10-шы сыныптың ағылшын тілі пәнінен 3-ші тоқсандағы тәжірибесін талдау. Бірінші тапсырма бізде listening. Listen to the recording and answer the questions. Write no more than 3 words or a number. Яғни бізде мұнда аудионы тыңдап, сұрақтарға жауап беру керек. Жауап беру барысында бізде 3 сөзден артық болмау керек жауабымыз, немесе цифр болу керек. Барлық 6 сұрақ берілген. Бірінші сұрақ: What did Dr. Charles Sykes and his team create from a single molecule? Дұрыс жауабы: The motor. Екінші сұрақ: What was his invention called in the Guinness Book of World Records? Жауабы: The smallest ever. Үшінші сұрақ: In what medical fields will this smallest machine be used? Жауабы: Nano or robotic surgery. Төртінші сұрақ: What will Dr. Sykes' invention produce, being the first in the world? Дұрыс жауабы: Power. Бесінші сұрақ: What is the speed of motor rotation of this invention? Дұрыс жауабы: 50 times per second. Және соңғы 6-шы сұрақ: What is Dr. Sykes excited about thinking about his invention? Дұрыс жауабы: The future. Келесі бізде reading бөлімі. Good health деген тақырыпта мәтін берілген. Тапсырмасы: Read the text carefully and answer the questions. Мәтінді мұқият оқып, сұрақтарға жауап беру керек. Мен қазір мәтінді сіздерге оқып аудармаймын, бірақ аудармасын видеоның описаниясында қалдырамын. Ендеше тапсырмаға көшейік. Бірінші тапсырмада choose the correct answer A, B, C or D дейді. Яғни тест түрінде тапсырма берілген, сұрақты оқып, дұрыс жауабын таңдауымыз керек. Бірінші сұрақ: What is the main idea of the text? Мәтіннің негізгі идеясы қандай? Дұрыс жауабы: A. Exercising, a healthy diet and reducing stress led to a healthy life. Яғни жаттығу жасау, жақсы диета ұстау және стрессті азайту салауатты өмір салтына әкеледі. Дұрыс жауабы. Бұл жерде дәл мына жерде деп мәтінде көрсете алмаймын, себебі жалпы контексттен, жалпы мағынасынан алынған. Екінші сұрақ: Beans, grains, fruit and vegetables are examples of what? Дұрыс жауабы D. Foods with lots of fiber. Яғни бұршақтар, дәндер, жемістер мен көкөністер қандай тағам түріне жатады? Яғни талшығы мол, витамині мол тағамақтар түріне жатады. Және үшінші сұрақ: Tai Chi, yoga and taking a walk are examples of, and D жауабы дұрыс, ways to reduce stress. Яғни Tai Chi, йога және жаяу жүру ненің мысалы? Стрессті азайтудың. Келесі осы reading бөліміне қатысты тағы бір тапсырма. Mark this sentence yes, no, not given. Яғни берілген сөйлемдерді я, жоқ немесе айтылмаған, берілмеген деген жауаптармен белгілеу керек. Біріншісі: You must do difficult exercise for a long time every day to be healthy. Not given. Foods high in fiber can protect from serious health problems. Yes. Және соңғысы: Stress can be caused by only negative situations. No. Келесі writing бөлімінің тапсырмасы: Choose one of the topics to write. Яғни төменде берілген екі тақырыптың біреуін таңдап жазбаша орындау керек. Topic 1. Robots in the future. Бірінші тақырып: болашақтағы роботтар. Look at the table below. 3 teenagers answered the question: Would you be happy to have robots in your life in the future? Write the response that will present your own ideas. You can use some ideas from the table. Pay attention at the usage of linking devices. Яғни төмендегі кестеге қарап отырып, 3 жасөспірімнің жауап бергенін қараймыз. Яғни сенің болашақ өміріңде роботтардың болғанына сен қалай қарайсың, немесе сен роботтар болашақ өміріңде болса сен бақыттысың ба деген сияқты сұраққа 3 жасөспірім жауап берген. Солардың жауаптарын қарай отырып, өзің жауап беруің керек. Яғни сен қалай қарайсың сенің болашақ өміріңде роботтар болуына. Мысалы, былай жауап берсеңіз болады: I think it will be really fantastic because they will help us a lot. Robots are now incorporated in every field of life, for example, education, industries, homes, hospitals, and etc. In developed countries like Japan, where 80% labor in industries are robots and they are doing their work efficiently.
In developed countries, robots are definitely taking over human lives and making their work easy. Self-driving cars will be dominant in most nations, and even the Google has developed its first self-driving car, and more researchers are going on this to make it better. Robots are doing jobs and serving in restaurants. In Italy and some other countries, robots have taken down the responsibility of pizza boy in pizza shops. Robots are deployed in armed forces, which has decreased down the death rate of soldiers in war. Drones and unmanned robotic soldiers will play a big role in defense and army. Survey on planets and explorations will be done by robots. Келесі writingнің екінші тақырыбы capability of human brain, адамзат миының қабілеті. Look at the text below, write a response that will present your own ideas if it is a good or bad idea to change something in human brains. Pay attention at the usage of linking devices. You can use some ideas from the text. Яғни бізде мына жерде текст берілген. Текстта травмадан кейінгі стресс, яғни посттравматический стресс деген тақырыпта айтылған. Осы тақырыпқа байланысты адам миын өзгерту қаншалықты дұрыс немесе бұрыс екендігіне қатысты өз пікіріңді білдіруің керек. Яғни не дейді мәтінде? Посттравматикалық стресс болмас үшін адамдардың миындағы осындай жаман естеліктерді өшіріп тастауға болады дейді ғалымдар. Сондай нәрсені ойлап табуда. Сен соған қалай қарайсың? Өшіріп тастаған дұрыс па, әлде дұрыс емес пе? Мен енді бірінші тақырыпты таңдап роботтар туралы жауап жазған болатынмын, ал егер сіз екінші тақырыпты таңдаған болсаңыз, онда сіз келісесіз I agree деп, немесе I disagree деп өзіңіздің келіспейтіндігіңіз туралы айтасыз. Сонымен қатар, мына жерде you can use the following linking words деп тұр, яғни осы байланыстырғыш сөздерді пайдалануға болады, пайдаланғаныңыз жөн. Further, furthermore, moreover, in addition, additionally, then, also, too. Бұлар кейін, сонымен қатар, тағы да қосымша айтатын болсам, содан кейін деген мағынадағы және да де шылауларының орнына жүретін сөздер. Келесі бізде speaking бөлімі. Work in pairs, choose one of the cards and answer the questions. You have 1 minute to prepare and 2-3 minutes to speak. Яғни төменде берілген 6 картаның біреуін таңдап, сондағы сұрақтарға жауап беру керек. Бұл жерде жұп болып жұмыс жасайсыз. Бірінші карта. What is nanotechnology? Нанотехнология дегеніміз не? Do you know of any examples of nanotechnology? Нанотехнологияның кез келген бір мысалын білесің бе? When do you think nanotechnology will be a widely used part of our life? Сенің ойыңша нанотехнология қашан біздің өміріміздің ажырамас бір бөлшегі болады? Why do you think people are interested in nanotechnology? Сен қалай ойлайсың, адамдар неге нанотехнологияға қызығады? Екінші карта. What springs to mind when you hear the word nanotechnology? Нанотехнология деген сөзді естігенде ойыңа не келеді? What would you like nanotechnology to do? Нанотехнологияның не жасағанын қалайсың? How excited are you about the future of technology? Технологияның болашағы туралы не ойлайсың? How might nanotechnology help us in the future? Нанотехнология болашақта біздерге қалай көмектесе алады? Нанотехнология тақырыбында шағын эссе экраныңызға көрсететін боламын. Оқып, қарап, танысып алсаңыз болады, және осы эссенің негізінде немесе өзіңіздің ізденісіңізбен осы сұрақтарға жауап берсеңіз болады. Эссенің аудармасын видео описаниясында қалдыратын боламын. Үшінші карта. What is stress? Стресс дегеніміз не? What causes stress? Стрессті не тудырады? Have you been under stress recently? Жақын арада стресске ұшырадың ба? How does stress affect you? Стресс саған қалай әсер етеді? Төртінші карта. Do you have a stressful lifestyle? Сенің өмір сүру салтың стресске толы ма? What stresses you out? Не нәрсе сені стресске ұшыратады?
How do you relieve stress? Стресстен қалай босайсың? How can you eliminate stressful situations? Стрессті жағдайлармен қалай күресесің? Немесе стрессті жағдайларды қалай шешесің? Бесінші карта. What is the most amazing thing about the brain? Адам миына қатысты ең таңғаларлық нәрсе не? What are some extraordinary things some people can do with their brains? Кейбір адамдар өздерінің миларына қатысты адам сенгісіз нәрселер жасайды. Олар нелер? What do you wish your brain was better at? Өз миыңның қай жағынан жақсы болғанын қалайсың? Do you think humans will ever completely understand the brain? Why or why not? Сенің ойыңша адамзат өз миын толық түсіне ала ма? Неге иә немесе неге жоқ? Алтыншы карта. What images spring to mind when you hear the word robot? Робот сөзін естігенде сенің ойыңа не келеді? If you had a robot, what would you like it to do? Егер сенің роботың болса, оның не істегенін қалайтын едің? Will robots ever like identical to humans? Why yes, why not? Роботтар адам сияқты бола ала ма? Неге иә, неге жоқ? What will happen if robots take over the world one day? Әлемді бір күні роботтар жаулап алса не болады? Мен бұл карталарды таңдап, мысалы ретінде өз ойымша жауап бердім, өз бетімше. Сіздер өздеріңізге ұнағанын таңдап, соған жауап берулеріңіз керек. Осымен талдау аяқталды. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Каналға тіркеліп, видеоларыма лайк басуды ұмытпаңыздар. Алда тағы талдаулар болады.